Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсерін беруі мүмкін. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болады. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бір қатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға енуі қиын. Бұл өз кезегінде оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұндай жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне салысымен-ақ арнайы маманмен кеңес алып, емдік шараларын бастау қажет. Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін ерекше маңызды тақырып қанның қоюлануы жайлы ақпаратты ұсынбақшымыз. Видеоның соңына дейін қарап, өздеріңізге пайдалы нәрсені ала отырыңыздар. Ең біріншіден, қанның қоюлануына сапасыз су әсер етеді. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі пайдаланса, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Екінші фактор бұл ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көптеп пайда болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, ол дегеніміз қанның қоюлануымен бірге қышқылдану реакциясында тудырады. Үшінші фактор бұл электромагниттік сәулелену. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Бұл жерден айта кететініміз, адам көп жағдайда телевизор көріп, электромагниттік сәулеленуді өзіне жиі өткізетін болса, ол өз кезегінде қанның құрамының өзгеруіне ықпал етуі мүмкін. Сосын кейінгі фактор бұл қанның қатерлі ісігі. Бұл жерде ауру сүйек кемігенде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану ағзаны ауыр металдармен бірге пестицидтермен улау, яғни күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерде жиналып қалуы мүмкін. Бұл улану өз кезегімізде ауадан да болуы мүмкін, судан да, не болмаса өзіміздің ішіп жеп отқан көкөніс тағамдарымыздың дұрыс өңделмей, оның құрамында удобрение деп айтып жатамыз. Пестицидтердің көптен шамадан көп болып кетуі ағзаны уландыруға алып келеді. Сондай-ақ ең маңызды фактор бұл қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер немесе телевизор алдында ұзақ уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Сол себепті де әрқашанда адам қозғалыста болғаны дұрыс. Қозғалыс бұл сапалы өмірдің кепілдігі. Сондай-ақ жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденген. Сонымен қатар авитаминоз ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Көктем айларында әсіресе авитаминоз қатты дамиды. Сол себепті адам өзінің ағзасына қажетті микро және макро элементтерді тағамнан жетіспесе, не болмаса бат өнімдерінен толықтырып отыруына әбден болады. Қанның қоюлануының белгілері қандай? Ең біріншіден, адам көру және есту қабілетінің нашарлауын байқайды. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде
қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендеуі байқалады. Сонымен бірге құлақта шум пайда болады. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да пайда бола бастайды. Аяқ-қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың үю сезіммен бірге байқалады. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде тері де көкшіл түске айналғанын байқайтын боласыз. Үнемі ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Осындай белгілерді байқасаңыз, бұл сіздің қанның қоюлана бастағанының белгісі. Содан кейін мазасыздану, алаңдаушылық сезімнің туындауы, жаны жай таппай үнемі алаңдап стреске беріліп тұру. Бұлшықеттің ауруы, қызуыңыз көтеріліп, сай-сүйегіңіз сарқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою, қанық қызыл болады. Бас ауру, үнемі бастың ауруы. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Аурудың алдын алу және емделудің жолдары қандай? Ең алдымен қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы бұл зертханалық талдау жүргізу. Егер қан жасушаларының, яғни эритроциттердің саны жоғары болса, онда қан қоюланды деген сөз. Науқастың шағынына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындай алады. Олардың ішіне биохимиялық қан сараптамасы, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография және эхокардиография болуы мүмкін. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді, яғни қанды сұйылтатын дәрілерді сізге ұсынады. Қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға да мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына ең алдымен алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да қатты ықпал етеді. Оның орнына майлы балық, зығыр майы, балғын көкөністер, оның ішінде әсіресе ақ қырыққабат, яғни біздің күнделікті өмірде үнемі пайдаланатын капустамыз, брокколи және жеміс-жидектер, атап айтатын болсақ, құлпынай, жүзім, ананасты үзбей жеген дұрыс. Оған қоса зімбір сусынын ішу де өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты рет кез келген жаңғақтың түрін жеуге де болады. Көбіне үлкен кісілерде қан сұйылту үшін дәрігерлер аспирин, кардио, тромбоаз және тағда басқа дәрілерді ішу керектігін айтады. Бұл дәрілердің қайсысын болмасын ұзақ уақыт ішкендіктен ол асқазан мен адамның ішкі құрылысының түрлі органдарына кері әсері болады. Әсіресе гастриттің пайда болуы мүмкін. Негізі дәрілерді пайдалану керек, бірақ 3-4 ай қабылданғаннан кейін аурудың симптомдары білінген жағдайда дәрігерге көрініп, анализ тапсырып барып білу керек. Егер таблетканы 3 ай ішсеңіз, кемінде 5-6 ай демалу керек болады. Біздің денеміздің 70% судан тұрады. Ал ғалымдар адам бойындағы судың мөлшері небәрі 2%-ға азайса, күш қуатымыздың 20%-ға әлсіреп кететіндігін дәлелдеген. Бар жоғы 1-2 жұтым су ішу күйзеліс пен шаршағанды басып, орасан күш береді. Сондықтан зат алмасу жүйесі мен қан жүйелері судан тұратындығын ұмытпағанымыз жөн. Адам ағзасына қан сұйылтуда өсімдік қоспаларынан әзірленген тұнбалардың
Жөні бір басқа. Адам баласы өсімдіктерді сонау және көне дәуірден бастап күні бүгінге дейін қажетіне жаратып келеді. Әсіресе халық емшілігінде емдік шөптер таптырмас дәрі-дәрмекке айналған. Елімізде статистикалық мәліметтерге сүйенсек, шамамен 6.000-ға жуық өсімдік түрі бар. Соның 500-ге жуығынан дәрілік заттар алынады. Көбінесе кейбір адамдар шөпті жеңіл санап дұрыс ішпейді. Тибетте шөпті дәрі санайды. Егер шөпті дұрыс біліп ішпесе, керісінше әсерін беруі мүмкін. Қанды қойылтып жіберу де ғажап емес. Бұл ғылыми түрде дәлелденген. Қанды сұйылтуда 2 түрлі шөп бар. Ол бал нәрлі хош иісті өсімдік, түйе жоңышқа, яғни донник, және ақ талдың қабығы. Екеуі де біздің елде бар шөптер. Дәріханадан алып, қолдану тәсілі бойынша дайындап ішу керек. Бұл дәрілік шөптерді 3 апта ішсе жеткілікті. 4 айдан кейін қайталау керек болады. Ал тағамға сарымсақ, аскөк, балдыркөк және ақжелкенді қосып жесе, ол да адам ағзасында өте пайдалы. Ақжелкен өсімдігін, ол дегеніміз петрушка, әдетте салат немесе тағда басқа тағамдарда әдемі етіп көрсету үшін ғана пайдаланып жатады. Жарты кесе ақжелкеннің құрамында күндізгі нормадағы А дәруменінің 100%, ал В дәруменінің нормадағы шамамен 10% және С дәруменінің күндізгі керек болатын 50%-ын ала аласыз. Екіншіден, қант диабетіне шалдығу қаупі төмендейді. Сонымен бірге жүрек саулығы жақсарады. Ақжелкен фолий қышқылының қайнар көзі болып табылады. Ал аскөк болса тағамға ерекше дәм беретін өсімдіктердің бірі. Ол жұқпалы аурулар кезінде ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Біз қазір укроп жайында айтып жатырмыз. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілет. Қорыта айтқан кезде, қадірменді YouTube көрермен, денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағандарыңыз жөн. Ағзаңызда қандай да бір ауыртпашылық пайда болса, тез арада маманға көрініп, ем-дом қабылдап, анализ тапсырғандарыңыз өте дұрыс болады. Сонымен пайдалы ақпараттарды өздеріңізге дұрыс деп тапсаңыздар, каналды қолдап, қазақша контенттің дамуына ықпал етіп, пайдалы ақпараттармен бөлісе кетіңіздер.